Родикова орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Юсупов Ахмалбек. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдер уайымсыз, салғырттық, ойыншыл, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. 1895 жыл. Абай. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын ілсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфретлі, суытып көңіл тисаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббат берсеңіз. Ақыл сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақылменен жеңсеңіз, надандарға бой берме. Шын сөзбенен өлсеңіз, өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмесең білсең, білгеніңнің бәрі тол. Сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген қол, ғұлама Хидауани, солай деп ол шыншыл, сөзін оқып және ойла. Тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл бөл. Қыз, ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылғау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалсыз күрек, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілксе қар жауып мазаңда алды. Борандай бұрқ-сұрқ етіп тұлданғанда, 6 қанат ағорда үй қалды. Әбес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тоңға баттап киген малшы, бет қарауға шыдамай сырт айналды.